моншақ әдістемесі. Тапсырмаларды тағайындау баланың оқу әрекетінде есту арқылы шарттарды қаншалықты дұрыс қабылдаған мүмкіндіктерін табу. Тапсырманы ұйымдастыру жіппен бейнеленген қисық сурет бөлек парақтарда орындалады. Тапсырманы орындау үшін әр балада жоқ дегенде түрлі түсті 6 фломастер немесе қарандаш болу керек. Жұмыс 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім негізгі тапсырманы орындау, моншақты салу. Екінші бөлім жұмысты тексеру, қажет жағдайда қайтадан моншақ салу. Бірінші бөлімнің нұсқауы. Балалар, әр қайсыларының парақтарында жіптің суреті салынған. Осы жіп бойына 5 дөңгелек моншақ салу керек, ал моншақтардың ортасында жіп өту керек. Барлық моншақтар әртүрлі түсті, ал ортаңғы моншақ көк түсті болу керек. Нұсқау 2 рет қайталанады. Салуды бастаңдар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа.